Барлықтарыңа ассалаумағалейкум достар, сендермен бірге мен Нұрқазақ. Иә достар, сендер Нұрқазақ арнасына қош келдіңдер. Достар, бүгінгі видеода біз деген әр елдің өте мықты көліктерін ұрлап кететін боламыз. Яғни танымал мемлекеттер, білесіңдер, өте керемет маркадағы машиналар шығарған, оны барлықтарымыз білеміз. Мысалға Германия, Франция, Италия деген сияқты достар, Америка, Япония деген сияқты әр мемлекеттің әр түрлі көліктері бар достар. Яғни бүгін біз сол әр мемлекет шығарған көліктерді ұрлап кететін боламыз достар. Яғни видео осындай болады достар. Бүгін бізде деген осындай мотоциклдердің көмегімен біз сол көліктерді іздеп тауып ұрлап осы Франклиннің үйіне алып келетін боламыз достар. Содан кейін достар, қызықты ойын ойнайық сендермен бірге. Сендер активный болып отырыңдар достар. Қараңдар, мен сендерге қазір мысалға мен Mercedes-Benz автокөлігін тауып алсам, ол қай мемлекеттің көлігі, яғни мысалға ол Германиянікі болса, сол Германияның астанасымен бірге жазып кететін боласыңдар достар. Давайте тура солай тапқан барлық сұрақтың жауабын тапқан адамға мен деген лайк басып, оны келесі видеоның экранына шығаратын боламын. Ал мынау болса достар, алдыңғы видеода шыққан үздік комментариялар. Қараңдар достар, өте керемет комментарий жазып тастаңдар. Көп рахмет достар. Давайте видео басталмай жатып астындағы подписаться деген кнопканы басамыз, лайк деген түймені басамыз. Ал олай болса біз деген бастаймыз, кеттік. Ал біз өзіміздің бірінші көлігімізді іздеуге аттанамыз достар. Мынау деген страшно қатты жүретін мотоциклдер екен. Базар жоқ, ойбай, жай жүр. Мынау деген қандай көлік? Мынау деген басқаша көлік, ойбай, мынау деген қатты жүреді екен достар. Ал все болды, енді жай жүретін болды достар. Қараңдар. Ал олай болса біз көлікті іздеуге аттанамыз достар. Мәссаған, мынау қандай көлік, бұл деген что-то түсініксіз көлік сияқты достар. Түсінбедім короче. Ал кеттік. Ал нақтан тағы да бір көліктерді іздеп қаламыз, мүмкін тауып қалармыз деп айтып болмай жатып достар, мені айтып бітірмей жатып мен деген бір көлік тауып алдым достар. Қараңдар, бұл қандай көлік достар? Қараңдар, Mercedes Brabus достар. Бұл қай мемлекеттікі? Мен бағана да айтып қойдым жауабын, соның астанасымен бірге жазып кетіңдер. Ал мен қазір болса осыны өзімнің гаражыма алып барып қоятын боламын достар. Қараңдар, не деген красавчик мынау. Мен деген сразу тауып алдым. Менде бұл Гелендвагенде базар жоқ, мықты. Достар, сендерге салон көрсетейін. Гелендвагенге отырып көргендер бар ма? Жалпы өмірде кім Гелига дейді? Үйінде Гелига дейтіндер болса жазып кетіңдер достар. Қараңдар, өте керемет екен. Мына геліктің іші базар жоқ деген өте мықты екен достар. Жүрісі де базар жоқ, мықты жүріп қоя деген базар жоқ. Енді осы көлікті мен деген өзімнің үйіме қойып қоя салайын осылайынан. Все болды. Қазірше біз деген бір көлікті таудық достар. Бұл деген Германияның көлігі, қателеспесем. Енді негізі Mercedes деген Германиядан шыққан көліктер ғой, деген мен немістердің көлігі. Ал олай болса біз деген келесі көлікті іздеуге аттанатын боламыз достар. Кеттік. Ал олай болса іздейміз достар, іздейміз. Достар, содан кейін менің екінші арнамада жазылып кетіңдер достар. Нұрқазақ 2 деп поискке жазсаңдар, болмаса мен описанияға қалдырып кететін боламын. Соғанда тіркеліп қойсаңдар болады достар. Мәссаған, мынау қандай машина? Ё-моё, мынау деген қыздардың көлігі сияқты ғой, Камара дейді. Мәссаған, Chevrolet Камара емес па мынау достар, Қараңдаршы, мәссаған, ё-моё, мынау деген қып-қызыл екен. Енді қып-қызыл қызда екен достар. Бұл енді қай мемлекеттен шыққан достар? Давайте комментарияға жазыңдар. Бұл спорткар ма, әлде маслкар ма, кім біледі? Давайте комментарияға жазыңдар достар. Салон көрейікші. Мәссаған, салон деген өте керемет екен, андроиды бар екен. Давай олай болса қазір бұл Камараны айтып көретін боламыз достар. Мәссаған, бұл деген трансформер деген емес па? Бамблби ма? Сондай емес па достар бұл деген? Давайте достар, сендер құрғарып отырмай комментарияға жазыңдар, бұл қай мемлекеттігі, содан кейін бұл сол мемлекеттің астанасы қалай достар. Сендер географиядан білімдеріңді тексеріп көрейік. Сендер географиядан қалайсыңдар жалпы, соны білгім келіп тұр достар. Давайте қазір сендер комментарияларыңа қарап білетін боламын достар. Ал мінекей, енді мен деген екі көлік болды достар. Brabus және де мынандай Chevrolet Camaro достар. Мәссаған, керемет. Қайсысын айтып сендерге достар? Гелік па әлде осындай Камара ма? Қазір мен деген тағы да бір мотоциклге отырып келесі көлікті іздеуге аттанатын боламын енді достар. Так, кеттік. Олай болса былай қарай жүріп көрейік, мүмкін бір көліктерді тауып қалатын шығармыз. Мынау қандай машина? Бұл деген түсініксіз машина. Бұның аты жоқ па? Бір нәрсе бұл көліктің аты. Так, енді біз деген нәқа қарай шығып кете аламыз ба? Кәне абайлаңдар, нәқа бетон құйып қойғансыңдар ма? Опа, шығып кете аламыз ба? Все, әдем. Мына жерден өтіп кетеміз. Опа, все, кеттік. Ал енді былай қарай шығып кетейік достар. Аяқ деген тупик екен енді. Так, мәссаған, мынау қандай машина? Мынау деген мен білем, бұл қандай машина екен достар. Escalade, Cadillac қой бұл деген. Бұл азар жоқ, мықты көлік бұл. Бұл қай мемлекеттен шыққан екен достар? Маған соғызық болып тұр. Сендер білесіңдер ме? Жалпы көліктердің қай мемлекеттен шыққанын және де соның астанасында жазып кетіңдер достар. Ана вообще үйінен шықса көлігімді қайтар деген сияқты. Ё-моё, мен деген көлігін ұрлап кеткенім бар ма? Енді кешіріңіз тәте. Ал кеттік, енді өзіміздің гаражымызға апарып қоятын боламыз. Сонда бізде достар 3 көлік болды, базар жоқ. Бұл деген қай мемлекеттікі екенін білмей тұрмын достар. Бұл деген
мен қателеспесем Америка ма сондай бір нәрсе сияқты, негізі бар емес па, американский көлік сияқты бұл. Егер достар сендер білмеген болсаңдар, бұл қандай не екенін мен видеоның соңында барлық машинаның шыққан мемлекеттерін және де астаналарын бірге қосып айтып кететін боламын достар. Давайте видеоның соңына дейін көреміз. Сондықтан достар, ал біз болсақ келесі 4-ші көлікті іздеуге аттанатын боламыз достар. Первого лица айдап кетіп бара жатырмын достар. Енді базар жоқ, қараңдар мотоциклді. Опа, абайласайшы, мынау деген қыз айдап бара жатыр ма машинаны? Каскымды киіп алайын, қазір өліп кетейін деп қалдым ма тағы деген. Так, олай болса давайте көлікті іздеуге аттанайық. Мәссаған мынау. Опа-но достар, не деген сәйкестік достар. Мынау деген қаяқтың көлігі? Mitsubishi достар, қараңдар. Тілінің өзі айтып тұр ғой, Mitsubishi. Ол қай жақ болуы мүмкін? Давайте комментария жазыңдар, мен міндетті түрде оқитын боламын достар. Бұл деген Mitsubishi Lancer деген көлік достар. X Evolution деген, короче, Lancer 10 деген көлік өте мықты көліктердің бірі достар, спортивный көліктердің бірі. Өте қатты жүреді, мына қараңдар, дұрыс ма? Опа деп баллон көтеріп па деген еді. Достар, бұл көліктің шыққан жерін мен сендерге бір подсказка беріп айта кетейін. Егер білмейтін болсаңдар, бұл көлікті бұл деген, короче, Ядан келетін мемлекеттен шыққан достар, яғни Ядан келетін мемлекет, астанасы Т-дан келеді, қателеспесем Т-дан келеді. Так что достар, давайте сендер бұны тауып қойыңдар деген ойдамын. Все, мен көлікті осы жерге қоя салайын. Бізде екі бірдей қызыл көлік бар. Базар жоқ, екеуі де бірдей қып-қызыл. Ал олай болса біз деген 4-ші көлікті іздеуге аттанамыз. Жоқ, 5-ші көлікті іздеуге аттанып баратырмыз достар. Уже 5 көлік тауып қойдық. Мәссаған. Давай ендігі жолы бір шамалына сол жаққа қарай жүріп көрейік. Мына жақтан мотоциклым шыға алмай қалды ғой. Мүмкін бір нормальный көлік кездестіріп қалармыз енді деген ойда ғой достар. Так, мынау қандай көлік? Опа-но достар. Бұл деген 13 қой, достар, мынау 13, 14 емес, мынау 13 достар, қараңдар. Базар жоқ. Бұл деген білесіңдер, енді біздің көршілес мемлекет, өте үлкен мемлекет, жер шарында ең үлкен мемлекеттердің бірінші орында тұрады достар. Бұл деген әрине Russia достар, Россияның көлігі ВАЗ автокөліктері. Достар, енді өте жай жүреді бұл көлік деген 13 па, 14 па, бір нәрсе әйтеуір. Российский көлік қой, не деген мен бар емес, баша алды тартады, передний привод достар, қараңдар. Жай етіп баратыр, енді осындай Россияның өлік машинасы, енді нормальный көлік негізі, шынымен бәрде, бірақ қатада онша емес көлік мыналардың қасында простой болып қалады. Просто біз 5-ші көлігімізді таптық, олай болса 6-ші көлікті іздеуге аттанамыз достар. Кеттік ал. Опа-на, жай жігіттер, біз деген өтіп кетейік мына жерден. Мәссаған секірдім, ойбай, қадалдым. Ал кеттік ал достар, олай болса тағы да іздеуге аттанайық көліктерді. Енді шамалы алыстан іздеуге, біз деген қымбат көліктерді жота кездестірген жоқ біз әліге дейін. Мынақта мен мотоциклім тұр бағанағы, мотоцикл деппін ғой, мотоцикл. Ал кеттік ал, олай болса тағы да іздейік достар, біздер деген қандай көліктер бар екенін. Опа, жай соғысып қалмашы әйтеуір деген. Так достар, біз деген көлікті іздеуді әлі қарай жалғастырып жатырмыз. Так, мына жерде ешқандай бір мықты көліктер жоқ екен, алып кететін. Опа-но, мен қандай машина көріп тұрмын мына жерден? Мәссаған, мынау деген Bugatti Chiron ғой емес па, Chiron қазір мен деген. Қазір достар, мен күте тұрмын да бүйтіп шамал артпен келейін да, наны бар күшіммен соғайын, қазір сындыра алмайын ба не наны, сеткіні сонда. Бөй, позор. Қой, онда есікпен кірек, адам сияқты есікпен осылай кірек та. Мына көлікті енді орлап кетейік достар, қандай көлік екен бұл? Әрине Bugatti Chiron достар, өте керемет, осындай көп күнбек түсті, базар жоқ. Соска енді. Салонның деген оранжевый достар, оранжевый түсін ұнай ма сендерге? Опа, шамал ғана қалды соғып алуыма. Давай жүрші тез бауырым, мен деген асығысымен өте қатты. Давай артымен кетіп қала салайын енді. Достар, бұл көлік қатты жүрген кезде артынан мынандай қанат шығады екен. Мен қазір байқап тұрмын, қараңдар. Тормоз бастасын, шамал ашке қарай кіреді. Газды бастан қарашы тез шығады ғой, короче. Ё-майо. Өте керемет достар, өте қымбат көлік қой бұл деген. Енді бұл көлік қайдан шыққанын давайте достар комментарияға жазып кетіңдер, астанасында комментарияға жазып кетіңдер. Мен деген бәрін оқитын боламын достар. Ал кеттік ал. Біз деген бұл көліктен үйге апарып қоятын боламыз достар. Мінекей Франклин өзінің үйіне де келіп қалды. Все, енді осы жерге қоя сал. Енді біз тағы соңғы бір көлікті іздеп келдік достар. Ол деген білесіңдер енді өте керемет көлік. Л-дан келеді, бас әрпі шыққан мемлекеті И-дан келеді достар. Давайте жазыңдар қандай көлікті ойлайсыңдар әлі. Ал достар, біз деген келесі көлікті іздеуге аттандық. Олай болса кәне іздейік ал көлік дегенде. Соңғы көлік енді мықты көлік болса екен деп ойлаймын достар. Өте мықты бір қымбат көлік болса өте керемет болатын еді. Қазір соны іздейтін боламыз достар. Кеттік алдына жоғары қарай шығып көрейік. Опа. Все. Абайла қысқа. Ё-майо, Франклин. Достар, менің қасымда тура бір камара кетіп баратыр. Мен бағана тауып алған сияқты камара, қараңдар. Базар жоқ, давай жат. Все, мәссаған.
мынау деген Lamborghini Urus қой, базар жоқ, давай отыр, сразу ұрлап кетейік. Енді біреудің үйінде тұр екен, давайте сап-сары інінінің көлігі сияқты екен достар. Базар жоқ, кеттік. Ал енді біз деген осыны өзіміздің үйімізге апарып қоямыз. Сонымен осымен видеоны аяқтаймыз. Соңында қандай көліктерді қай мемлекеттен шыққанын сендерге астанасымен бірге айтып беретін боламын достар. Қазір күте тұрыңдар, үйге деген жетіп ала салайын. Все, қазір енді келіп те қалдық үйімізге. Все болды. Осы жерге қоя сал. Енді көлік деген сыймай кетті ғой, мен гаражыма деген. Гаражын бір кету керек еді шамалы.